Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Салауат айтқан пенде көптеген нығметке бөленеді. Ғалымдарымыз пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам айтылған салауаттың пайдасын зерттей келе 180-нен астам пайдасын анықтаған. Ол пайдалардың көбісін біз көрмейміз, кейбірін сезбей де қаламыз. Бірақ 180-нен астам пайдасы бар. Құрметті біздің арнамыздың көрермендері, бастамас бұрын Аллах разылығы үшін ролигімізге лайк басып, достарыңызбен WhatsApp, Telegram сияқты мессенджерлерде және де әлеуметтік желілерде видеомыздың сілтемесімен бөлісіп, ұнап жатса пікір қалдырып жатсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Себебі бұл роликтердің таратылуына үлес қоссаңыздар, Аллахтың қалауымен сіздерге сауап жазылады. Лайым солай болғай және де өтініш болсын бауырлар. Роликті соңына дейін көрсеңіздер. Ал біз бастайық. Салауат айтудың пайдаларының бірнешесін айтып кетейік. Олар алдағы келе жатқан ауру, бәлекет, уайым қайғы, жол апаттары және де тағы басқа жамандықтар Алланың қалауымен сізден алыс болады. Өміріңізге берекет кіреді, отбасылық мәселелер ақырын шешіле береді. Жүректерге тыныштық еніп, адам стресстен аулақ болады. Қаныңыз бір қалыпқа түсіп айналады. Бұл салауат. Емделмейтін, емі жоқ аурулар салауатпен емделіп кетіп жатады. Салауаттың пайдаларының тағы бірін айта кетсек, Аллах тағала періштелерден сұрайды екен: «Мына құлдарым не істеді?» деп. Сонда періштелер: «Бұлар отырыстарын салауатпен бастап, аяқтағанда да салауатпен аяқтады» деп жауап береді екен. Яғни отырыстың басы да зікір, аяғы да зікір. Сонда Аллах тағала былай дейді екен: «Онда мен бұлардың барлықтарының күнәларын кешірдім» дейді екен. Неге? Себебі Алла тағала басындағы және аяғындағы екі салауатты қабыл еткеніндей ортасындағысын тастап қоймайды. Яғни мейірімді Аллах тағала осы екі салауат арасындағы отырған адамдардың күнәларының барлығын кешіре салады. Демек, біз мешіттерде, медреселерде немесе бір үйде отырыста уағыздың басын салауатпен бастап және аяғын салауатпен бітірсек, жай тыңдап отырсақ та күнәларымыз кешіріліп отырады. Еш нәрсе істемей, жай ғана тыңдап отырсақ та дұғаларымыз қабыл болып, күнәларымыз төгіліп отырады. Енді осының сезіп отырамыз ба? Көріп біліп отырамыз ба? Жоқ. Сондықтан да салауаттың жақсылықтарын көзге іле бермейміз. Алланы еске алған отырыстарда адамдар арасында періштелер де болады. Неге оны біз көрмейміз? Неге оны біз сезбейміз? Себебі біз алыстап кеткенбіз. Құраннан, салауаттан, сүннеттен және жалпы зікірден алыстап кеткенбіз. Көздерімізге дақ толып кеткен, перделердің барлығы жабық. Ол болатын зат, бірақ кейбіреулер бұл нәрселерді қиял ғажайып ертегі сияқты қабылдайды. Субханалла, олай емес құрметті жамағат. Бұл хақ. Имам ас-Сойути деген кісі болған. 61 жасында дүниеден озған. Сол кісі 61 жасқа толғанға дейін 700 кітап жазып кеткен. Қалай жазған ол 700 кітапты? 61 жылда ақылға салап есептеп қарасақ, жылына бір кітап жазды деп есептесек те 61 кітап болады. Бірақ бұл кісі 61 жасына дейін 700 кітап жазып кеткен. Қалай үлгерді екен? Бұл кісі күніне 50 мың салауат айтады екен. 50 мың салауат. Қалай? Мына пақыр миларымызбен есептеп қарасақ ақылға сыймайды. Себебі ол кісінің уақытына да, іліміне де сол 50 мың салауаттың құрметіне Аллах тағала береке беріп қойған. Біз айтатын шығармыз, 50 мың салауатты бір жыл бойы айтамыз ғой деп. Себебі біз салауаттың қадірін білмейміз. Айта берсек, салауаттың пайдасы көп. Бірақ сол салауатты қалай айтады деген сұрақтар туындап жатса, бірнеше салауаттың түрлерін назарларыңызға ұсынайық. Мұқият тыңдап, жаттап алсаңыздар. Біріншісі: Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Екіншісі: саллаллаху алейхи ва саллам. Үшіншісі: Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Төртіншісі: саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Бесіншісі: намаз барысында оқып жүрген осы екі салауатты да айтуға болады. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.